Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Тағы да онлайн мұғалімдерге арналған онлайн олимпиадалардың бірінде кездескен осындай есепті шығарып көрейік. Теңдеулер жүйесі берілген сызықтық параметрмен m параметрінің қандай мәнінде x оң болады, y теріс болады деп сұрап тұр. Так, бұл жерде не істейміз? Бұл жерде жеке-жеке x пен y-ті тауып алайық. Бірінші x-ті табайық. Так, mx азайту 2y-тен 3, қайталап жазып қояйын. 3x қосылған my-тен 4. Енді қарайық коэффициенттеріне. Бірінші x-ті табатын болсақ, онда y-тердің коэффициенттерін теңестіре жіберейік. Мына жерде минус 2. Мына жерде y-ның алды m тұр. Ондай болса, мына теңдеуді m-ға көбейтіп жіберейік. Мына теңдеуді минус 2-ге көбейтіп жіберейік. Сонда бізде не шығады? Бірінші теңдеуді түгел m-ға көбейтеміз. Барлық қосылғыштарын, яғни m квадрат x азайту 2my тен 3m шығады. Екінші теңдеуді минус 2-ге көбейтейік. Сонда минус 6x минус 2-ге емес, плюс 2-ге көбейте салайық. Плюс 2my, онда мықты плюс 6 болады. Тен 8 деген теңдеу. Көріп отырғанымызда y-ның алында 2m плюс мына жерде минус 2m, онда теңдеуімізді қосып жіберсек, m квадрат x қосылған 6x тен болады 3m қосылған 8. Осы жерден x-ті табайық, жақшаның сыртына шығарып, онда жақшаның ішінде m квадрат қосу 6 көбейту x тен 3m қосылған 8 болады. Осы жерде x-тен болады 3m қосылған 8 бөлінген m квадрат қосу 6. Сонымен x-ті біз өрнектеп алдық, таптық. Есептің шарты бойынша x бізде 0-ден үлкен болу керек. Демек, мына бөлшегіміз 0-ден үлкен болу керек. Бөлшектің бөліміне қарайтын болсақ, m квадрат қосу 6 бұл 0-ден үлкен. Яғни m квадраттың ең кіші мүмкін мәні ол 0 болса. Онда бөлшектің алымы бізде 0-ден үлкен болу керек. 3m қосылған 8 0-ден үлкен. Яғни 3m минус 8-ден үлкен. m бізде минус 8 бөлінген 3-ден үлкен. Немесе минус 2/3-ден 2-ден үлкен. Сонымен m-ді біз анықтадық. X-ті анықтадық, яғни x оң сан болу үшін m бізде минус 2/3-ден 2-ден үлкен болу керек. Енді y-ті табайық. Тура осы әдіспен көшіріп жазып қояйын. 3x қосылған my 3, 4. Енді керісінше біз x-тардан құтылайық. Коэффициенттерін теңестіріп, біріншісін мына жерде 3 тұр. Бірінші теңдеуді 3-ге көбейтейік. Екіншісін минус m-ға көбейтейік. Онда қосу әдісімен, яғни ыңғайлы болсын, тез болсын. 3mx азайту 6y-тен 9. Екінші теңдеуді минус m-ға көбейтеміз, яғни минус 3mx минус m квадрат y тен минус 4m. Енді осы екі теңдеуді қосайық, сонда сәйкесінше бізде мұна 3m минус 3m жойылып кетеді. Сонда бізде қалады минус 6y минус m квадрат y тен 9 минус 4m. Y-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек, минус y-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Жақшаның ішінде бізде m квадрат қосылған 6 қалады. Мына жерде де минусын шығара салайық. 4m азайту 9 деп жазып қояйық. Сонда минус пен минус бізде плюс болып кетеді. Осы жерден y 4m азайту 9 бөлінген m квадрат қосылған 6. Бұл жерде y бізде 0-ден кіші болу керек. Бөлшектің бөлімі теріс боламайды, 0 боламайды. Тек қана оң сан ғана. Яғни бөлшектің алымы 0-ден кіші болу керек. 4m кіші 9-дан, m кіші 9 бөлінген 4, немесе 2/4-тен 1-ден. Сонымен біз шарттарын таптық. Енді осы екі шартты біріктірейік. Сонымен бізде m минус 2/3-тен 2-ден үлкен және 2/4-тен 1-ден кіші. Осы екі аралықта орналасу керек. Бізге
m-нің бүтін мәндерін табу керек, яғни осы аралықтағы бүтін мәндерін қарастырайық. Мына жерде минус 2,3-2 болса, мына жерде 2,4-1 болса, онда осы екі аралықта бізде 0 бар, минус 1 мен 1 бар, және минус 2 мен 2 бар, яғни осы сандар. Сонда жауабы m тең болады минус 2, минус 1, 0, 1 және 2. Осындай 5 сан. Сонымен есебіміз түсінікті болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.